Так, бүгінгі видеода сабағымызды жалғастырайық. Бұл видеода теориялық білімімізді негізге ала отырып практикалық есептерді талдайық. Бізде бірінші практикалық есеп, бізде R шексіздік деген кеңістік берілген. Солардың қайсысы бізде ішкі кеңістік болады. Бірінші пунктте бізде шексіз көп тізбектер 1,0, 1,0 деген сияқты. Екіншісі бізде белгілі бір мүшесінен бастап барлық элементтер нөлге тең болатын тізбектер. Үшіншісі барлық теңмен тізбектер. Төртіншісі барлық жинақ тізбектер. Бесіншісі барлық арифметикалық прогрессиялар. Және соңғысы барлық геометриялық прогрессиялар. Біздің шешіміміз мынандай. Бізде біріншісі жоқ, өйткені нөлде жоғалып кетуі мүмкін. Егер біздің тізбек x тізбегіміз 1,0, 1,0, 1,0 деп алатын болсақ, егер біздің y-іміз 0, 1, 0 болатын болса, олардың қосындысы бірыңғай 1 болып кетеді. Яғни біздің нөлдік вектордан өтуі екіталай. Екіншісі өйткені біздің барлық тізбек бір жерден кейін 0 болса, яғни олардың қосындысы сол нүктелерден бізде 0 болады екен. Сонда бізде көп еткенде сода нөлдік вектор қасиет сақталады екен. Егер біз векторды теріс калярға өтсек, бағыты өзгеріп кетуі мүмкін. Жаңа ішкі кеңістікте кеткендей бізде бір дейтін вектор болатын болса, ол бірінші ширекте болатын болса, егер біз оған -1 дейтін скалярын көбейтетін болса, ол яғни үшінші неге ауысып кететінін байқадық. Сол үшін ол бізде ішкі кеңістік болып табылмайды. Төртіншісі екі жинақты тізбектің қосындысы жинақты тізбек. Егер бізде бір жинақты тізбек болатын болса, ол белгілі бір санға ұмтылатын болса, екіншісі де дәл солай екінші тізбегімізде бір санға ұмтылатын болса, яғни олардың қосындысы яғни бір санды береді екен ұмтылу. Төртіншісі өйткені бізде арифметикалық прогрессия қоссақ, жаңа арифметикалық прогрессия бізде мысалға кетейік, 2, 4, 6, 8 деген арифметикалық прогрессия, екіншісі 1, 3, 5, 7 деген прогрессия, арасы 2. Біз қосатын болсақ 3, 7 деген 3, 7, 11 деген сияқты 4, айырма 4 сияқты арифметикалық прогрессия. Ал геометриялық прогрессияда уже болмайды. Өйткені 1, 2, 4, 1, 3 дейтін 9 дейтін өзара екі түрлі геометриялық прогрессияларды қосатын болса, олар геометриялық прогрессия бермейді. Яғни біздің кеңістігіміз сақталмай қалады. Так, екінші практикалық есеп бізде А вектор берілген, А матрицасы берілген 1, 0, 0, 0. Бірақ бізде Б матрицасы жоқ деп қарады. Жоқ екен. Бізде ішкі кеңістік сипаттауымыз керек, бірінші пункт. Екінші пункт бізде ішкі кеңістіктің құрамында А және Б матрицалар болса, яғни құрамында бірлік матрица болу міндетті ме дейді. С құрамында бір нөлдік емес, бірде бір диагональ матрицасы жоқ. М кеңістігін ішкі кеңістігін сипаттауымыз керек. Біріншісі бізде А-ны қамтитын, бірақ Б-ны қамтымайтын ішкі кеңістік, бұл жоғарғы сол жақ элементі бар матрицаға жиынтығы. Бізде жаңа 1, 0, 0, 0 дейтін, бізде 1 дейтін, ол қандай да бір сан, ол 1 деген неге тиесілі. Ана матрицада бізде ол 0, -1 болып кетті. Ал мына бірінші элементіміз ол 0-ге айналып кетті, сол үшін біз оны қарастырмаймыз. Ол бізде жоқ деген сөз. Так, екіншісіне біз міндетті, өйткені біз екі матрицаны азайтатын болсақ, 1, 0, 0, 0, минус 0, 0, 0, минус 1 азайтатын болсақ, бізде бірлік матрицаны беріп тұр. Яғни ол біз үшін міндетті. Бізде айырма бірлік матрицаны беріп тұр, яғни ол міндетті қамтиды деген сөз. Так, С дейтін пунктте бізде бірлік диагонал матрица дегеніміз, диагонал элементтердің өзгеше элементтердің саны емес, элементтері нөлдік болмауы, нөл емес болу шарт. Бізде диагонал, антидиагонал элементтер бар матрицалар аламыз. Мынандай мысалы. Бізде ішкі кеңістік тек нөлден тұрады. Мысалы, кез келген матрицаның диагоналы, сондықтан бізде нөлдік емес матрица
мысалы мүлдем жоқ. Мысалы ай матрицасы үшін бізде нөлдік матрица жоқ, өйткені олар керісінше бар. Ада да дәл солай. Енді үшінші практикалық есеп бізде үш матрица берілген. Бізде сол бағанда кеңістігі арқылы біз түзу немесе жаздық екенін көрсетіп сипаттауымыз қажет. Так, бізде бірінші матрицамыз бірінші баған 1, 0, 0, екінші баған 2, 0, 0 дейтін вектор. Бізде бұл түзу, өйткені сызықтық тәуелділік бар. V2 матрицамыз V1 арқылы түрленіп отыр. R3 кеңістігінде ол түзу болып қалады. Екіншісі бізде B матрицасы 1, 0, 0, 0, 2, 0 дейтін екі вектордан тұрады. Екі вектор өзара тәуелсіз. Бір вектор арқылы біз өрнектей алмаймыз, сондықтан ол R3 кеңістігінде жаздық болады. Так, келесі бізде S матрицасы бағандар 1, 2, 0, 0, 0, 0 дейтін вектор. Бізде матрица өзара тәуелсіз. V2 векторымыз ол 0 вектор болатқан, біз тек бірінші вектор қарастырамыз, ол бізде түзу беріп тұр. Сол үшін ол x-y жағысында жатқан, бірақ 1, 2, 0 вектор ол бізде түзуді беріп тұрады. Так, төртінші практикалық есеп. Бізде 4 вектор екен, яғни 4 вектордың тәуелді екенін көрсетуіміз керек. V1, V2, V3 тәуелсіз, V1, V2, V3 вектордың тәуелді екенін көрсетуіміз. Бізде жаңа векторларды матрица күйінде қарастырайық. Соны 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Так, 4 матрицаны тәуелдігін ету үшін бізде теңдеулер жүйесін қарастыруымыз қажет. Сонда бізде C1, C2, C3-тен 2, C2, C3-тен 3. C3, C4. Сонда бізден C4, C3-міз 4 болады. Сонда түрлендіреміз ғой жалпы мына жерде. 3 бір болып тұр бізде. Сонда C3-міз 4, C2 3 минус 4 минус 1, C1 2 минус 1 минус 4. Яғни бір түбір арқылы біз екінші түбір тауып отырмыз. Яғни матрицаның арасында сызықтық тәуелділік бар деген сөз. Бізде сол сызықтық тәуелділіктің бар екенін біз дәлелдедік. Так, бесінші практикалық есеп, бізде базисті табуымыз керек және өлшемін. Бізде 5 вектор берілді. Бізде базис табу үшін өткендегідей Гаусс әдісін қолданып нөлдік вектор айналдырамыз астын. Сонда біз R2, R3-тен біз R2-нен R3 минус 2 R бар арқылы біз R3 нөлге айналдырамыз. Келесі қадам R3-тен R1-ді азайтамыз. Және R4-тен R1-ді азайту арқылы біз R3, R2 векторымыз нөлге айналып кетеді екен. Сонда бізде R4, 2, R2 бізден 0, 1, 1 вектор беріп тұр. Сонда бізде R5, R4 азайтатын болсақ, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2 болса, 0, 0, 1, 1 дейтін вектор. Сонда бізде жауап 3 векторымыз нөлдік емес вектор болады, яғни біздің базисіміз 3 болып қалады. Так, енді қорытындыға келейік. Біз ішкі кеңістік туралы түсінік қалыптастырдық. Сызықтық тәуелділік екенін дәлелдеуді үйрендік, базисті анықтауды үйрендік. Назарыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеле кетіңіздер. Егер қандай да сұрақтарыңыз бар болатын болса, астыға комментарий ретінде қалдырып кетсеңіздер. Енді келесі видеомыз математикалық талдаудың негізгі тақырыптан бірі шекті есептейтін, қандай шек анықталмаған шекте, меншестік, нөлге тең меншестік сияқты жағдайларда қарастыратын боламыз. Назарыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Сау саламатта болыңыздар.